міне саясаткермін деп жүрген Әблязов, мен болды ғой. Міне екі тұлға ғана туды көтеріп, мені қолдандар, билікті қолға алам, халық жарылқатан деп айтқан. Басқа кім? Мына елдегі жүрген жүгірмектер, журналистер, парламентке кірем, сенатқа кірем, заң шығарам деп, Базарбек айтты, Заитов айтты, Бапи айтты. Не, шығарама? Шығармайды ештеңені. Қазір жүр Лұқпан Ахмедияров, Санжар Боқаев, Мұрат Адам кезекті алаяқтар. Солай сынап парламентке барам деп, Динара Юбаева, Тайжан Шораев кіргізесің ба, дәл осылай сияқты үндерін шығармайды. Мінекей. Бірақ өздерінше оларда қу. Заитов бейне түсірді ғой. Минимальный жалақын 300 мың ғылымдар деп, парламентте. Сосын не дейді? Халқым өздерін көрдіңдер ғой, мен айттым ғой дейді, мен ұсындым ғой. Мені бұлар оңбағандарды таңдамады дейді. Бұлардың тактикасы сол. Сол себептен ешқандай мемлекетте дамыған мұндай алаяқ, жартыбас, пайдалы нақұрыс жүгірмектерді кіргізбейді. Америкада республикалық партия, демократиялық партия. Демократтардың артында 45 миллион халық, республикалықтарда 37 миллион халық. Міне, Жапонияда либералды партия, Германияда ХДС, ХСС деймі, қай болса жерде дамыған цивилизация бар жерде партия, саяси ұйым, себебі оларда бағдарлама бар, көпшілікті алады да айтқан сөзді, жоспарды жүзеге асырады. А мыналар клоундар, кеше көтіне кіріп атты Назарбаевтың қазір мінеке отыр ғой. Бапиин да, Заитовын да Тоқаевты насихаттап отыр. Назарбаевты сынап отыр. Сол Заитов кезінде Назарбаев ешқашан сынаған жоқ. Нұр Отан деп сөкті. Нұр Отан оңбаған дейді. Не болды қазір? Нұр Отан ішіне кіріп алды да үн шығармайды. Аманат қойды қазір. Назарбаев сынап отыр, Тоқаев сынамайды. Міне, енді бұл жерде білмеймін, балаларға түсіндіру керек. Бізде халық қашан түсінеді, мен түсінбеймін. Балалық санадан қашан шығамыз? Үгіттендір, насихаттандыр, басқа жол жоқ, басқа идея жоқ. Халықтан да партияның туынасына кіргізейік.